Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді ерекше тағамдардың бірі долманың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен пиязды жақсылап майдалай етіп турап аламыз. Осылай майда етіп турап аламыз. Негізінде мен долманы подливпен жасаймын. Подливті қалағандарыңызша өздеріңіз жасасаңыздар болады. Тартылған ет және де дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка қостым. Дәмдеуіштерді сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Күшті тазалап жуып, осылай қосып жақсылап барлығын араластырдым. Одан кейін жүзім жапырағын осылай ыстық суға 1-2 минутқа салып, осылай араластырып аламыз. Одан кейін алып, ішіне кішкене қасықтан 1 қасық салып, осылай орап шығамыз. Көп салудың қажеті жоқ. Кішкене салсақ жетеді. Барлығын осылай орап шығамыз, әдемі етіп. Мен долманың подливасын дайындап қойдым. Подливаны өз қалағандарыңызша жасасаңыздар болады. Осылай жасап болғаннан кейін долмаларымызды подливаның үстіне салып 20 минутқа бетін жауып пісіріп аламыз. Осымен долмамыз дайын болды. Өте дәмді, керемет шықты. Достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Рахмет.